Alo. Hoş geldin. Gelgiler. Енді біз интернет желісінен көріп жатырмыз ғой. Қырғыз шабандоз баламыз біздің қазақ шабандозының атына отырып жүлделі орын алып жатыр. Ол енді екі елдің достығы мен бірлігін көрсетеді. Интернеттен көріп намысымыз кәдімгідей оянып ағаларыммен бірге келіп отырмын. Бұл қырғыз кішкентай баламызды қолдап, барынша рахметімізді айтып, мынау Қазақстаннан келіп отырмыз сіздерге. Мынау айтады ғой, ынтымақ елдің қорғаны, халық, ынтымақ елдің қорғаны, бірлік халықтың қолғанаты дейді. Сондықтан біздің ерке қарагөз қарындасымыз Ботаның атынан кішкентай ғана батыр қайсар ұлымызға қазақ елінің ісілік әде деп біліңіздер, осындай бір тұлпар. Ой, İslam gelin gel üretmiyor. Hadi Salih'im. Cevabınız maşallah. Bastır kat. Çappa ya? Çappa bastır öyle. Ades kota. Ades. Kazakistan'dan belek. Батырдың баласы батыр ғой, сондықтан да өзіңізге көріңіз өліп тұрсын, қамшы болсын. Көршілер аман болсын. Бұл Ботамия деген біздің қарындасымыз. Бізде Қазақстанда өте әйгілі. Бізде осындай қазақ пен қырғыз бір туған деп, осындай көршілес ел әрқашан бірге болсын, мықты болсын деп, осындай сый-сияпат беріп жатырмыз. Сіздердің балаларыңыз ер мінез, ер жүрек, кішкентайынан батыр мінезді. Бұл бала тек қана білмеймін, Қырғызстанда атақты емес шығар, бүкіл Қазақстанда атақты отыр. Сондықтан да осындай бала тәрбиелеп жатқан әке-шешесіне, туысқандарына мың алғыс. Және де бәріміз балаларымыз осындай мінезді, ер жүректі, намысты болсын деген деп тілейміз біз. Сондықтан да молодцы сіздерге, жарайды. Аман болыңыздар. Бізден осындай сый. Ассалаумағалейкум достар, ат сүйүүчүлөр. Құдайым буйруса мына жакшы жаңылык болуп турат. Өткөндө көлдө чоң ат чабыш болуп, ошол жерде қазақ бір туғандан жаке жығылып қалып, биздин жакеде отургузуп, ошол ат 3-чү орунга келип отуруп, ошол жерден ат ээси жакеге 250 000 сомун берип, андан чыкарып мына бүгүн Жайыл району Сосновка айылына келип, ушул Алихан иниме ушул атты хадия кылып атат. Аллах таалама миң кетте шүгүр. Казак кыргыз бир туугандай ар дайым жакшылыкта жолугуп, жакшылыкта ат салышып, сүйүнүчтү бирге бөлүшүп тургансызга кайра рахмат. Мухаммединов Бексултан деген жигит мына ушул баланы тренер кылып, дайындап, ошол жигитке да аябай ыраазыбыз. Ар дайым чапкан аттың байгели болуп Бексултан. Мына ушу Бексултан иниме чоң рахмат. Сен да менеден чоң. Ат чапкан, ат кармаган бул деле оңой иш эмес. Сага ыраазымын. Ушул Алиханды өстүрүп, мына Кудайым сенди постоянно көрүп турам. Ат чапкан атың ар дайым байге илинет. Аттарың мүдүлбөсүн. Ар дайым жолуң ачык болсун. Казак туугандарга да берип коелу, келиңиздер. Казак туугандарыбызга келиптир, келиңиз байке. Жакшы калып тилектер. Мына Кудай буйртса аңыз болуп, bunun артынан нәшілдергесін. Амин. Алиханда. Sizlerge de Allah bereket versin. Біздеріне келіп, осы кішігірім сыйымызды екі ағаммен табыстағымыз келді шын жүректен. Өйткені кіші болса да енді бас болған Алихан екі елдің ортасына кең пейілімен, адамгершілігімен, бірлік саудығын шын ниетімен көрініп тұр. Қалай қазақ еліне өзінің қалай мықты шабатынын көрсетіп, өз елі үшін емес, біздің ел үшін солай үшінші орынды алып, шын жүректен соған үлкен алғысымызды білдіргіміз келді.
сізге де қонақжайлықтарыңызға үлкен рахмет. Алихан молодец, үлкен биіктерден көріне берсін. Қазақстаннан атлеттер келіп осы сыйлығымызды табыстайық деп. Енді бұл тек қана басы, Алихан. Бұл тек қана басы деп біл. Ары қаратай сені бұдан да биік жеңістер, бұдан да үлкен жол күтеді. Сәттілік. Асыл тастан ақыл жастан дейді. Жас болса да бас болып, үлкендерге біраз үлкен үлгі, өнеге көрсететін іс тірлік жасады. Алихан жағы гарай берсін. Amin.